Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы. Бүгін сіздермен дәл осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Шарлотка пирогымыздың құрамына ұн, жұмыртқа, қант, қопсытқыш, сары май және 1-2 алма қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды әппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымыз әбден еру керек. Егер қантымыз ерімей қалса, онда біздің шарлотка пирогымыз көтерілмей қалады. Енді үстіне еріп тұрған сары майды салып, бұны да миксерлеп аламыз. Мен асығыста болған соң тоңазытқышта тұрған сары майды миксерледім, бірақ бұның ешқандай кедергісі жоқ. Енді үстіне қопсытқышымызды және ұнымызды аз-аз бөліктен сала отырып миксерлеп аламыз. Сары майым әбден ерімеген соң массам шамалы қоюлау болып шықты. Бұған қорқудың қажеті жоқ. Қазір тестамыз пешке барған соң сары майымыз еріп, шарлоткамыз жұп-жұмсақ болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді алмамызды артық бөліктерін алып тастап, видеода көрсетілгендей жіңішкелеп турап шығамыз. Енді формамызға пергамент салып дайындап аламыз. Формамызды еріп тұрған сары маймен барлық жеріне жеткенше жақсылап майлап шығамыз. Егер сізде качествосы жақсы форма болса, майламай қойсаңыз да болады. Кейін формамызға дайын тестамызды салып, барлық жеріне жеткенше тегістеп жайып шығамыз. Енді қамырымыздың үстіне дәл осылай видеодағыдай алмаларымызды әдемілеп қойып шығатын боламыз. Пирогымызды сәндеуге маған тек қана 1 алма ғана қажет болды. Дайын шарлотка пирогымызды қызып тұрған пеште 150-180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз 50-60 минутта пісті. Газымызден алып, суығанша қойып қоямыз. Әбден суығаннан кейін формамыздан шығаратын боламыз. Міне біздің шарлотка пирогымыз суыды. Енді формамыздан босатып, әдемі ыдысымызға салып дайындап аламыз. Пирогымызды сәндеуге үстіне қант ұнтағын сеуіп шығатын боламыз, аз ғана мөлшерде. Бұл міндетті емес, сеппесеңіздер де болады. Міне біздің шарлотка пирогымыз дайын болды. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай өте жұп-жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабек қызы. Астарыңыз дәмді болсын.